Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін көзіміздің тірісінде деген рубрикамыздың кезекті шығарылымын түсіріп жатырмыз. Аға, сіз мына полигон жерінде туып өстім дейсіз. Өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Мен атым Тулақбай Айтқали. 1940 жылы дүниеге келген. Қай жерде туып өстіңіз? Бұрынғы Абралы ауданы Ұзынбұлақ ауыл советі Ұзынбұлақ колхозының территориясында. Ол кейіннен полигон болған Дегелең тауының дәл бөктеріндегі колхоз. 1947 жылы сол жердегі 7 жылдық мектепке бірінші классқа оқуға бардым. Мектептің директоры сол кездегі халық ағарту ісінің озығы, математика ғылымына біршама үлесін қосқан Иман Ақышев Әрін деген кісі болатын. Мектептің мұғалімдері өте жақсы. Ол кездегі қазақи ауылда мұғалімнің өзі де қарапайым адамдар еді. Баланы, үлкенді, кішіні бәрін жақсы сыйлайтын адамдар болды. Сол жерде 47 жыл мектепке барып, 7 класты сол Ұзынбұлақ 7 жылдық мектебінде бітірдім. Аллаға шүкір, мектепте жақсы оқыдым. Ол кезде әр жыл сайын жақсы оқыған оқушыларды өте үздік деген белгіменен мақтау грамотасы деген болған. Сонымен құрметтейтін. Ол мақтау грамотасын екі жақ шетінде, бір жақ шетінде Сталиннің, екінші жақ шетінде Лениннің бейнесі тұратын. Міне 7 жыл бойы сол мектепті бітіріп, 7 жыл бойы сол мақтау грамотасын алдым. 1954 жылы 7 класс бітірген жылы сол аймаққа әскери машиналар деген қаттап кетті. Одан бұрын 49 жылдан бастап сол жерде сынақ болады деді. О кезде біз баламыз ештеңе білмейміз, сынақ болады дейді. Анау сол колхоздың адамдарының барлығын 70-80 километр жерге 3 күн, 4 күнге көшіріп апарып тастайтын. Сол жерге су тасып беретін, тағы бір дегендер айту, о кезде баламыз, біз ештеңені түсінбейміз, біз айту, анау әскери машиналарға мінгенге қуанатынбыз. Оның мұндай зардабын кім білген? Мінекей сол 49-дан 54 жылға дейін неше рет көшіп, неше рет сынақты сол жерден басымыздан көшірдік. Ол көшірген жерде колхоздың қойы да қалатынды, жылқысы да, малы, мүлкі де бәрі сол жерде қалатын. Тек қана көрпе жастықпенен 3-4 күнге 90 шақырым ба, 100 шақырым ба сол жерге көшіріп апаратында 3-4 күн, 5 күнде сол жерге жатқызатын, одан кейін қайтадан сол жерге әкеп, жаңағы алған жеріне әкеп тастайтынды. Сондай көшуді неше рет көрдік, неше рет басымыздан өткіздік. Онда керемет немен екенін білмейтін біз. Ал кейіннен бүкіл мынау 51 жылы сол жердегі кішкентай колхоздар, Ұзынбұлақ, Еңбектес, Тайланд, тағы бір колхоз, 4 колхоз бірігіп Киров колхозы деп аталды. Ал 54 жылы оқу бітіргеннен кейін майда үйінің басында көшіріп тастады, жан жаққа кімді қайда кетеді, оны ешкім біліп жатқан жоқ. Әйтеу машинаға тиеді,
көрпе жастық, кигіз үйдің ағаштары, тағы басқалар. Одан кейін қайда әкетіп бара жатыр, оны ешкім түсінген жоқ. Сол 54-ші жылы үйін айында жаңағы Ұзынбұлақ колхозын жаңағы көшірген адамдар біздің үйіміз сол кездегі Абай ауданы Абай колхозы деп аталады екен. Сол колхоздың кішкентай колхоз ол кезде соның колхоздың орталығы тұрған жерге апарып қондырды. Сол жерде ең алғашқы анау сол полигонның зардабы екен. Менің апайым төсек тартып бұрын ауырып жатқан. Сол ауырған қалпыменен машинаға салып, жаңағы Абай колхоздың жеріне әкеліп қондырғанда 4-5 күннен кейін дүние салып кетті. Неше жыл еді ол кісі? Ол 1954 жылдың үйін айы. Жоқ, туған жылы сол кісінің. Ол кісінің туған жыл 1924 жыл болу керек, егер ұмытпасам. Онда біз баламыз. Үлкен апайыңыз ғой? Ештеңеге мән бермейтінбіз. Ауырды, соның алдында ауырды енді. 49-дан 54 жылға дейін сынақ болып жатыр. Ол кісі және колхозда жұмыс істеген кісі, және соның алдында қатты ауырды, өзі аяғы ауыр болатынды. Бұл 53-ші жылы. 53-ші жылы сол ауырған кезінде бір сәбиіне босанды. Содан кейін ол кісі төсектен тұра алмады. Күйеуі ол апайымды, менің әке-шешем тірі ол кезде, күш қуаттары бар, жаңағы кісіні апайымды біздің үйге әкеп берген болады. Сол қалпымен ауырған қалпымен төсек машинаға жатқызып, жаңа айттым ғой, Абай колхозының жеріне орталығы тұрған жерге апарды. Сол жерде бір жұмаға жетпей қайтыс болып кетті. Қандай ауру екендікті айтпады ма? Ондай ауру ол кезде дәрігер деген жөнді жоқ. Дәрігерге қаралатын мүмкіншілік те жоқ онда. Болса бір медсестра болатын. Ол медсестраның өзі сол менің кейін естуімше ана жерде алып келген, қаладан әкелген Семейден. Сол жерге қонақтамаған, кейіннен көп өмір сүрген жоқ. Ол кісі кетіп қалды. Жас адам болатын, орыс қызы болу керек. Ол кісі өмірден озып кетті ме? Өмірден озып кетті ғой деймін. Ал енді менің әке-шешем көп өмір сүрді. Оны енді Алланың берген қуаты шығар. Әкем 98 жасқа келіп, шешем ол кісіден кейін 13 жас кіші болатын, ол кісіден кейін 8-9 жылдан кейін қайтыс болды. Ана апайыңыздың сәбиі не болды? Апайым сәбиі бар қазір. Ауырады. Әртүрлі енді қазір енді қалай деуге болмайды міне. Енді тағы бір айта кететін жай. Ұзынбұлақ колхозы. Енді шағын колхоз. Қазір сол колхоздың адамдарының ішінен аман қалған, мен өзім білетін адамдар ішінен аман қалған тек қана мен. Қазір жасым 84-ке келді. Ал менің құрдастарым, бірге оқыған достарым, класстастарым, ұлдары да қыздары бәрі қайтыс болып кетті. Көбісі ерте қайтыс болып кетті. Ал бірі жарым кішкене кейінірек өмір сүргендері бар, бірақ қазір сол құрдастарымнан қалған ешкім жоқ. Алла сақтап, қазір мінеки 84-ке келген жасымда мен ең соңында қалып отырмын. Ол кісілер қалай қан аурулар болды? Ол жағын білмедім енді. Ол жағын енді бытырабын еткен адамдарымыз ғой әр жерге. Және біздің кезімізде мектеп бітіргендер онша көп бірімізді іздемедік қазір кезегі сияқты. Қазір кезегілер мына телефондары бар, тағы басқалары бар, қай жерде жүргендерін біліп отырады. Ал ол кезде біз әр жерге апарып тастап, ойымызда болғаны болмаса, бұлай хабарласу, араласу деген сирек болды. Одан кейін өзінде, мектепте оқыған кездің өзінде, жазғы каникул кезінде
бізді жұмысқа салатын. Шөп шабуға. Деген тау жақта. О жақта да мында келгеннен кейін. Анада мен 11 жасында, сол дегенеңде 11 жасында 4-ші класс бітіргеннен кейін колхоз жұмысына араластым. Әкеме болмай, ол кезде шөп машинасына 4 өгіз жегетін. Сол 4 өгіздің екеуі артық екеуі мама өгіздер болатын, алдыңғысында жаңадан үйретілген тайыншалар болатын. Оны жаңағы бала, мен сияқты бала айдап отыратын. Ал үлкен кісі машинаның үстінде жаңағы машинаның пышағы қалай жұмыс істейді, оның кәсөгені қалай жұмыс істейді, тағы басқаларын барлығын бақылап отыратын сол кісі. Енді одан кейін 11 жасында араластым. Болмай. Өгізге де міне алмайтын кішкентай тайыншаға. Әкем ашулан, күшік, іздегенің осы ма деп, жаңағы тайыншаның үстіне әкеп көтеріп отырғыза салатын. Одан кейінгі менің ісім. Өгіздің басы не болам? Жүргізіп, бар салғам бригадир шөп машинасы ғой. Бригадир 6-7 машина болады. 7-8 машина. Бригадир атқа мініп, шабатын жердің несін көрсетіп отырады. Сол алғаш уақыттан бастап өгізге жақсы ие болдым. Жаңағы бригадир атпенен алдыға жүріп отырады, шөп шабатын жер. Соның артынан машиналарды ең алдыңғы неде аттың соңында мен отырам, одан кейін қалған 7-8 машина артта келе жатады, бірінен кейін бір. Ол кездегі шөп машинасының енді әлгі шалғысы 1/20 екен, сондай ғана, оншыл емес, көп емес. Сонда малдарыңыз сіздерді алып кетсе де сол жерде қалып отырды? Қалып қоятын. Кімнің қалып малы, анау, мынау, оны білмейтін, бізді мән бермеді. Шөбін жейтін, суын ішетін мал? Иә, сол жерде қалады. Сол малдың етін сіздер жейсіздер, сүтін сойын сіздер ішесіздер. Басқа жоқ қой. Малдың еті болғанда енді қазақтың бір көрегі құрт, май, ірмішік, айран, барлары қымыз, әйтпесе жаңағы айран неменен сол ғана. Сол малдың аласыздар? Сол малдың өнімі ғана. Бірақ енді ол кезде ойлайтынбыз, таза өнім. Шөп уланған жоқ, су уланған жоқ. Енді уланып жатқан шығар. Испанияда сіздер ол туралы білмейсіздер ғой. 49-дан 54-ге дейін жөнді ештеңе білмейміз, қай жер. Өзі біздің ойымыз көшіріп алып кетті ғой. Одақ, Совет одағы. Территорияның барлығы сол одаққа қарайды, Москваға қарайды. Жерді алам десе де сол одақ шешеді. Ал жергілікті жерлер ештеңе білмейді. Тіпті ол кезде облыстың бастықтары да, аудан бастықтары да ештеңе айта алмайтын ешкімге. Көшіреміз деді ме, көшіріп тастайды. Бұйрық береді. Апарамыз деді, апарып тастайды. Әкелеміз десе, әкеліп тастайды. Сол ғана сол бұйрыққа ғана бағынатын. Ешкім ештеңе айта алмайтын ол кезде. Енді осы жазда мынау полигон 79 жыл жабылды ма? Жоқ, 89. 89-да жабылды. 89-ға дейін анау полигон тұрған жер жабылғаннан кейін полигон тұрған жер ашық болды. Естуімше, сол жерге көп адамдар барып, сым дейме, немене дейме, әйтеу пайдаға келетін заттарды ал, тіпті үңгірге ненің ішіне кірді дейтінді. Ол жағын мен көрген жоқ, білмеймін. Биыл 23 жылы үйінің басында Алматыда тұратын ұлым болатынды. Семьясымен
Семейге келді. Папа, туған жеріңізді барасыз ба? Апарып келейін деп. Ал одан бұрын неше рет әрекет жасадық. Бара алмадым. Мені 3 жас үлкен ағам болатын. Ол менен гөрі енді ана туып өскен жерін жақсы біледі ғой. Үлкенірек қой. Сол апарайын деп, апарайық. Балалар бір жыл 8 жылы. Ай, бұларға сенім жоқ өзі, апармайды. Дайындал, биыл екеуміз өзіміз барып қайтайық деді. Енді сол үлгермеді. Алла 2008 жылдың 1 августында 34 жылғы үлкен ағам қайтыс болып кетті. Соның барлық жабдықтарын өткізіп, өйтіп, осы жазда барамыз деп жүргенде 13 күннен кейін жаңағы ағам да о дүниелік болып кетті. Одан кейін мына балаларға қараған дүние 2008-ден 23 жылға дейін ешқайда қозғала алмадым. Өз бетіммен аналарға, балаларға айтқанменен жарайды дейді, бірақ одан ары қарай ештеңе аса алмады. 23 жылы үйінде жаңағы ұлым келді отбасыменен, папа, туған жеріңізге барсаңыз апарып келейін деп. Содан өзім бар, сол ұлым бар, ұлымның ұлы бар. Тағы ана жолды біледі деген Знаменкеде тұратын күйеу бала болатын. Сол кісі барайын деді. Ол енді ана жақта бір кезде совхозда жұмыс істеген, сол маңайды жақсы бірсыпыра жерін білем деді. Енді жарайды, онда сен бірге жүр деп. Бірақ ана барып жатқанда мына Семейден бір қызымның жолдасы Саржалда бір кісі бар. Сол сіздерді анау Ұзынбұлаққа дейін бастап апарамын деді. Саржалда сол кісіге жолыңыздарды. Барсақ, дайын отыр екен. Шайын беріп, тамағын беріп, бізбен бірге кетті. Жолды көрсетіп. Сөйтсек, ол кісі жаңағы Знаменкеден қосылтыр ма? Ол кісінің жолы бір бөлекті, ана кісінің жолы бір бөлек екен. Мен Ұзынбұлаққа дейін апарамын деді. Әрі қарай мен ештеңе білмеймін. Жарайды, соған жетсек болады. Сосын әртаман кеттік енді. Bir жерге келгенде бір жылқышылардың қосы тұр екен. Жаңа оқыған шығарсыз. Жылқышылардың қосы тұр екен. Сол жылқышылардың қосында 2 жылқысы жүр екен. Жылқы тұрып, сосын жайымызды айтып нетіп едік. О жақты мен білемін деді. Жаңа жылқы үлкендеу. Басып апарайын. Мен анау ненің орында, колхоздың орталығы болған орынды да білетін сияқтымын. Өйткені сол жерде 20-25-тей күлтөбе жатыр. Үйлердің бәрі жер болып кеткен деді. Жарайды, жақсы. Сосын барып апарып бастап отырды. Енді ол 2 кісі атпенен бізді жүріп отырдық. Bir жерге барып бір шөпшілер отыр екен. Соған жанына барып дем алып отырдық. Атпен келгенше. Содан қазір мен мектептің тұрған жеріне апарамын деді. Жаңа Ұзынбұлақ өзенінің жылғасы бар екен. Шөп деген ана адамның санымен бірдей болып өскен сияқты, бірақ су жоқ екен. Мына жерден өтесіздер, осыдан қазір мен мектептің орнына апарамын деді. Бардық.
Барғаннан кейін енді мен сол жақта әлгі 14 жылға жасқа да келгенше жүрген жерлерім ғой, ол жерден ұзағам жоқ. Ол жердің маңайын бәрін білемін. Сосын жаңағы ненің орнына апарды, мына мектептің орны. Мен айттым, мектептің орны емес бұл. Бұл жерде Қаратұмсық деген қой фермасы болған. Осы жерде 2 табындай қой қыстайтын. Мынау жатқан орын сол ферманың орны. Ал мына бір орын тұрған, мынау бұл жерде 4-5 үй отыратын қыстамаға. Қалқанның ферма бастығы, оның учетчігі, содан кейін дәрігер, 2-3 адам, 2-3 семья қой бағатын, күзететін, тағы басқа сондай отыр керек, егер менің ойымда қалған болса. Мынау сол. Ал енді мектептің орны бұл емес. Ендеше біз білмейміз. Көп адамдарға, іздеп келген адамдарға мектептің орны деп осы жерді көрсететінбіз, олар соған риза болып кететін. Сосын ендеше мен айтамын, ол өзеннің былай тұрғанда оң жағасы, ал мектеп өзеннің сол жағасында болған. Неден таудың ортасынан ағып келеді, Ұзынбұлақ деп аталған бұлақ қой. Біз өзендеп кеткенбіз. Сол мектептің несінде тұрған жерінде жақын болатын. Содан кейін ендеше сіздер осы жермен қайтадан өтіңіздер. Анау жерде шлагбаум сияқты не қойыпты? Қақпа. Жабық зона ғой. Жауып қойыпты қазір. Биіктігі осындағы неше метр болады? Биіктігі шамамен осындай сым торлар тартып тастапты. Сол сым торлардың етегіне 6-7 адам болмаса аудара алмайтын таспенен төменгі жағына сойтып қойыпты. Ол енді атпен өте алмасын, машина өте алмасын, сондай мағынада болу керек. Соның барлығын төменгі жағына солай қойыпты. Сол жерде тұрдық. Жылқышылар да анандай жерменен айналып келді. Өзеннен өткенде аттарының шашалары жақынdır ғой. Су болыпты, ол жерде бұлақ су бар екен. Енді тұрдық, бір уақытта неменен машина еді? Уазик. Сол уазикпенен 2 жігіт келді. Неге тұрсыздар? Бұл жерге келуге болмайды. Бұл жабық зона. Қазір сіздерді көрсе, өздеріңізді әуре қылады. Қазір кетіп қалыңыздар. Сосын мен айттым, қарағым, мен қазір 85-ке келіп қалған адамым. Мен осы бір жерде мен туып өскенмін. Осы жерде оқығам, осы жерде ата-бабаларымыздың сүйегі жатыр. Соларға тәу етіп, мынау жанында жүрген балама сол ата қонысымды көрсетейін деп келіп едім. Енді менен басқа бұл маңайды білетін кісі қалған жоқ. Қазір енді мен соны көрейін деп келіп. Ендеше деді, екеуіңіз жауып қақпаның несінден қи торлар ғой. 2 адам мына тордан өтіңіздер, біраз жерге апарайық. Бірақ біздің камерамыз болатын, сотка бар. Ештеңесін алмайсыздар. Бәрін түгел осы жерге қалдырыңыздар. Егер олай нетсеңіздер, апармаймыз, көрсетпейміз. Бір жерге апарып отырды, жаңағы 2 кісі деді ғой. Ұлымды отырғын, өзім өттім жаңағы жерде. Ұлым отырды. Бір жерге дейін апарды да, осы жерден әрі қарай ұлықсат жоқ, бармайсыз. Осы жерден риза боласыздар. Енді анау Дегелең тауы, мектеп тұрған жер. Ол жер өте таныс. Мектептің іргесінде
Бұлай қолмен қойғандай жалпақ іргесінде ары қарай 30-40 метр ме екен, жалпақ тастар болады. Плита тастар. Сол көзіме оттай басылды. Мектептің алдында ат шаптырым үлкен тоғай болатын. Ол тоғайдың сол мектеп жақ шетінде бұлақ болатын. Мерген құй деп аталады. Ол бұлақ қысы жазы қатпайды. Жердің астынан бұрқырап су шығып жаңағы тоғайға қарай ағып жатады. Қыста да қатпайды. Сол жер енді көрініп тұр. Оның төменгі жағында мектеп былай солтүстік жағында жаңағы ортасында үлкен ат шаптырым тоғай, терек, тал, қайың, донала ағаштары, қарақат ағаштары ананың ішінде көп болатын. Күзді күні әлгі мектепке оқу басталуға келгенде, переменде балалар бәріміз сол ағаштың ішіне сіңіп кететінбіз де, жаңағы донала, қарақат бірдеңелерін теріп алатынбыз. Сол мектептің төменгі жағында, тоғайдың төменгі жағында ауыл бар. 12-13 үй тұратын. Ол ауылды Сабата дейтін, сол жерде мектептің мұғалімдері тұратын. Мектеп енді ол кезде 7 жылдық мектеп, 7-8 мұғалім ғой. Ал мектептің жанында үй болатын, ол үйде жаңағы мектептің директоры Иман Ақыш бәрін. Содан кейін сол күзетші тағы бір үй болатын, 2 үй мектептің есінде тұр. Мектеп деген сол кездегі мектеп, кейінгі мен көрген ауылдық жерде салынған мектептердің ішінде өте бір сәнді салынған мектеп. Коридоры арасы 3 метрдей болу керек. Ал полы қозғалмайтын. Қалың тақтай, мен кейіннен ойлаймын, әлгі 20-ка, 30-ка дейді ғой, сол 50-ка болу керек. Мықты. Бір жақ қабырғасында класстар, ол кезде 1-3, 2-4 бір класста оқиды, бір мұғалім сабақ береді. Қалғандары жаңағы 5, 6, 7 ол жеке-жеке өзінің бекітіліп берген класстары бар, сол класста отырады. Класста ауысу деген жоқ ол кезде. Сосын бір жақ шетінде үлкен клуб болды. Ол да жаңағыдай. Сол клубтың мына жақ класс болды ғой. Мына ортасы жаңағы коридор. Мына жақ шетінде ойын-сауық көрсететін зал. Мына жерінде мектептің директоры, мұғалімдер отыратын бөлме. Әлі ойымда сайрап тұр. Шамасы қанша бала оқыды? Шамасы қанша бала оқыды? Енді бір класста 9-10 бала, одан көп бала жоқ. Ал онда жаңағы бірінші, үшінші, екінші, төртіншіде парта онша да көп емес қой бір класста. Бір жақ шетінде жаңағы бірінші класс, мына жағында үшінші класс, 2-4 болса бір жағында екінші класс, екінші жағында төртінші класс. Сонда бір онша көп емес енді. Әлгі 7 класс оқыған кездің өзінде, сол 7 класстың кезінде сол әрі кетсе 8-9 баладан болған шығар. Жыл сайын сол 7 класты бітіріп отырған 8-9 адам болды. Сол 8-9 адамдар сонан көп болған жоқ. Ал оның өзі колхоздар үйлендіргеннен кейін болды. Ұзынбұлақ, Тайлан, Еңбектес, сосын Киров дедің ғой. Осы 4 колхоз біріктіргеннен кейін болды. Содан кейін барып, 3-ші класс оқығанда ауылдарынан оқиды, 3-ші классқа дейін. 5-ші класстан бастап, жаңағы бір орталықтан еткен жаңағы Ұзынбұлақ мектебіне әкеледі. Сонда
сіз рұқсат берілген жерге жеткізді, алыстан сол енді Алыстан шамасы сол мектепті көрдіңіз. сол жерде мектептің орны көрініп тұр. Бірақ бара алмадыңыз. Әрі қарай болмайды деді. Рұқсат бермеді. Иә. Содан бәрін түгел айтып тұрмын, міне өзен. Анау мектеп. Мектептен былай қарай сыртында әлгі алысарып келген жартас төбелер бар. Міне, содан былай қарай өзен кете ме? Иә, өзен әрі қарай кетеді. Әрі қарай жол бар ғой кішкене. Мәртабаны бойлап кететін бар. О жағында білемін. Өйткені оның әрі қарайғы жаңағы өзеннің жоғарғы жағында о жермен де өгізбенен әлгі әкеміз сиыр баққанда тағы жұмыс істегенде сол жерден қыстыгүні өгізбен келетінбіз. Ол жерден келе жатқан сол өзеннің бойында ескі бұзылған қора болатын. Там жағы бұзылған, ал қора жақтары тастан қаланған. Үлкен білетіндер әкелеріміз бұл Аманның қорасы дейді. Аман деген менің кейіннен оқыған неміз бойынша болыс болған адам. Сол жақтың кезінде. Бірақ Совет үкіметі орнағаннан кейін солар қуғынға ұшырап, Совет үкіметінің жауы деп неткен ғой. Сол кісілер құрып кеткен, одан кейін оның атын атамайтынды. Қорқақтайтын ғой бұл. Иә. Одан әрі қарай өткел бар, өзеннен өтіп жүргеннен кейін жайылмыс деген қыстақ болды. Тайыншағы нететін. Соның мына жағында біздің негізгі қонысымыз. Ата-бабамыздың қонысы Шота қыстағы деймін. Қыстақ болады. Біздің арғы аталарымыздың қонысы. Ол жерде де қыстығыны сиыр бағылатын. Сондай. Одан әрі қарай тағы да сонда қазіргі таңда ол жердің бәрі жабық. Ол жердің бәрі жабық. Кіруге рұқсат жоқ. Солай. Міне полигон жабылғаннан кейін 30 жыл ашық тұрды ғой. Былтыр бастапты соны. Жабылды. Жабық, кіруге болмайды. Енді кейіннен әлгі несін әлгі жігіттердің айтқан Курчатов қаласында біздің полигон орталығы бар. Сонда мынаны жазу атын ұмытып қалдым. Сол ненің бастығы. Атын ұмытып қалдым. Мына ішінде жазылған. Соған барсаңыздар, мүмкін рұқсат береді. Оған рұқсат берсе, ана қанша кісі келетіндеріңіз, немен келетіндеріңізді түгел түсіндіресіз. Ал егер рұқсат берсе, сіздерге мына жақта ешкім бөгет жасамайды. Қай жерге барамыз десеңіздер, бара аласыздар. Деді. Сонымен ана жерде алғылары апарған жерде 4 шақырым, 3 шақырым жерме мектептің орны тұр, оған жете алмадым. Одан былай қарай жаңа Ұзынбұлақ колхозының орталығы болған жер бар. О жерден де әр жылдарда жаяу мектепке сол жерге келетін арасы 4 шақырымдай мүмкін, 3,5-4 шақырымнан аспайды. Соған жіберемеді. Сол сізді қарсылаған кісілер әскери кісілер ме қалай? Азаматтық киіммен жүр. Енді сол полигондың несі әртүрлі жұмысын атқаратын шығар. Тағы не мен айтайын деп. Тау дейді. Содан жаңағы жерге апарды ғой енді. Әрі қарай апаруға болмайды деп. Жаңа мектептің орнын айттым, тұрған жерін айттым. Енді анау Ұзынбұлақ колхозының орталығы жаңа мына жерден біз тұрған жерден әрі кетсе 4,5 шақырым жер. Ол жердің сан рет жаяу мектепке келіп оқып жүрдік. Енді ар жағында сол ауылдың несінде Ұялы деген тау болатын. Сол жердегі ең үлкен биік шың.
Биіктігі 911 метр. Кейінгі картада да болған, қазір жоқ. Енді сол жер ел айтып жүретін, тауды қопарып жүретін. Сол жер жаңағы тау ұзынан ұзақ жота қап-қара болып жатыр. Таудың барлығы түгел қопарылып кетті. Қап-қара. Жаңағы ұялы дегеннің өзі де сол жер қойған ғой, ұялының сол бүркіт ұя салатынның түбіне қойған, сол жердің барлығы қап-қара жота болып жатыр. Жер асты жарылыстар болған кезде түсіп кеткен ғой, иә. Қопарылып. Айту қап-қара болып жатыр. Жота. Әрі қарай жібермейтін, енді қайтып кетіңіздер деп, жаңағы рұқсатты алу тәртібін айтты. Одан кейін сол әлгі жылқышылар қайтып жаңағы алған жеріне әкеп тастады. Жаңағы неден өттік. Жылқышыларға рахметімізді айтып, ана бір жалпақтап несіп жүрген жылқышы, сенің кішкене еңбегің ғой деп, 3-4 бірдеңе, ой, алмайын. Мен бұны жоқ, мен саған жол көрсетіп, нетіп ақы беріп тұрған жоқ. Мен саған риза болғаннан кейін рахметімді айтып береді. Сосын қолына алды да өзі ағып тұрған молла сияқты. Тура анау молдалардан гөрі неше түрлі аятты айтып жүрді. Ал жолдарыңыз болсын деп. Содан мына біреуден жаңа таба алмай қойдым. Содан олар әрі қарай кетті. Сол неден құрыққа жылқышы, құрыққа ағаш кесіп алады екен. Осыдан бірнеше жыл, 7-8 жыл бұрын деді ме, келгем. Жаңағылар бізге айтқанда жаңағы айтты ғой. Қазір ұзынлақ қалқозың орны да жоқ. Бәрі түгел қап-қара, о жерге жалуға болмайды. Ал ана жылқышы кейіннен біз жарайды ары қарай жібермейтін болғаннан кейін біз осы жерден қайтамыз. Мен қарағанда ол жер ешқандай қопарылған жоқ болады. Әлі солай жатыр. Жылқышы алдында келген кезде аман болған кезде? Жоқ. Ненің орны, қалқоздың орны жатыр деген. Сосын ана жігіттер, бәрі түгел қап-қара, қазір қопарылып кеткен, қазір о жаққа барып өте қауіпті. Біз жауап беруіміз керек ондай неге. Содан кеттік. Жылқышы кезінде барған ғой? Жылқышы кезінде бұрын барған, 7-8 жыл бұрын барып тағы неткенбіз дейді. Сол құрыққа ағаш кесіп алғанбыз. Орны болған сол? Орны жатыр деген болады. Бірақ ана кісілер айтады. Аналар о жердің бәрі атылып кеткен, қазір қап-қара үйіндеден басқа ештеңе жоқ. Сосын біз бері қарай кеттік, ол әрі қарай кетті. Мына біреу неден таба алмай қойдым ғой. Қай неме деді екен, ол несін жіберген? Фотосы ма? Иә. Айттық біз, егер не болатын болса, тұрған жердің несін, фотосын жібердіп. Бұдан таба алмай қойдым. Бір кезде көріп. Содан кеттік. Рахметімізді айтып. Жаңағы саржалына алған кісіні үйіне әкеліп салып, олар қайтадан тамақ істеп қойыпты. Тамақтандырып. Соны рахметімізді айтып қайттық. Енді ана жылқышыға айтқанбыз, жаңағы жердің несін, егер не болатын болса, осы кісіге жібер. Біз осы кісіден алайық. Сосын бізді үйге келдік. Бір жағынан неде келіп тұр. WhatsApp-қа? Иә. Фотосы келіп тұр? Иә. Мінекей, сол жердің несі осы. Міне қазір осы жерде
25-28'dей Күлтөбе жатыр. Міне фотосы деп айтып жіберді. Енді ол сол кездегі колхоздың орталық болған жер ғой. Жаңағы жер, сол жерде біздің әке шешеміздің үйі, қоныс бөлек қой. Шота дегеніміз таудың арасында болды. Ал ана жерде әке шешеміздің үйі болған, ағайындардың үйі болған. Ол жердегі үйлерде енді 14 жасқа дейін шағын колхоз ғой. Ол жердегі үйлер кімнің үйі екенін бәрі ойымда сайрап тұр. Қазір менен басқа тірі қалған ешкім жоқ. Ол колхоздың адамдары. 54 жылы басқа жаққа көшіріп апарды дедіңіз. Ол жерден неше шақырымға көшіріп алып кетті? Енді анау Абай ауданына көшірді. Абай ауданы жаңа Дегелеңнен, неге дейін, Дегелеңнен енді екеуінің арасы қанша? Абай ауданы кішкентай ғана колхоз, кейін совхоз болды ғой. 67 жылдар ма? Сол кезде ғана совхозға айналды. Ал одан бұрын кішкентай колхоз сол жерге апарып қондырды. Ол жерде неше жылға шейін тұрдыңыздар? Сол Абай совхозында неше жылға шейін тұрдыңыздар? Оны мен 13 класс бітіргенше сол жерде тұрдым. 13 класстан кейін оқуға түскен бар, анау жер. Бірақ ол жерде әке шешем, үлкен ағам сол жерде жұмыс істеді. Үлкен ағам мал бақты. Кейіннен совхоздың таңдаулы шопаны болды. Бірнеше алғыс, неден алған алғыс хаттары бар. Енді ол кездегі нелерге ұсыну, медал, орден ұсыну өте сирек. Одан кейін ол кісі қай жылдарға сырқаттанды да, қой бағуға шамасы келмей, басқа жұмысқа, фельдшерлік жұмысқа ауысып кетті. Ол кісілер сол жерде... Барып тұрдыңыз ғой сіздер? Иә, сол не кезде. Ал ол кісі сол жерде, сол Абай совхозында пенсияға шықты. Әйел екеуі де сол шамалары келгенше 64 жылға, 66 жылға дейін бе мал бақты. Жеке бір қыстақта, Қарай деген қыстақ болды. Сол қыстақта мал бақты. Және ел жайлауға көшкенде, ол кісілер жайлауға көшіп көрген жоқ. Сол бір жерде қыстақта қысы жазы сол жерде отырып бақты. Тек қана не кезінде қой қырқым кезі, күздігіні қырыққан кезде, қозыны бөлетін кезде жайлауға айдайтын. Сол жайлауға айдайтын кезде менің каникулым болатын. Сол бірге барып қозыны бөліп, күзем нетіп, содан кейін бірге қайтатынбыз. Енді оның да тарихы көп. Бір жылы мен бармай қап, оны кісінің анау апарып айдау неткенде қозыны бөлді, қойды қырықты, оған дейін қойды жайылымға шығармайды. Аш 2 күн тұра ма? Ал ана шығарғаннан кейін аш мал тұра ма? Заулаулап береді тұр. Сол арпалысып жүріп, енді қырыққан кезде де, қозыны бөлген кезде де ұйықтаған жоқ. Ана неде бір қонатын жер бар. Сол жерде келгенде ұйықтап кетіпті. Қой жоқ. Қой жоқ. Көзін ашқанда. Атына сап, олай шабады, бұлай шабады. Қой жоқ. Содан орталық совхоздың орталығына хабарлайды. Неше түрлі адамдар келіп іздейді ғой. Әйтеуір сол іздеп жүріп қойды табады. Қой аман екен. Аман болғанда ішінде бір ақсақ бір
жүре алмайтын бір не қой бар екен, одан басқа ештеңе нетпеген. Оның барлығын қойды сақтаған, ана адамға берілген ит қой бір. Қара, үлкен бір иті болады. Шіркөбелек қойды айналып, ойдан қалмай, біреулер аттан келсе, аттың тұмсығына жармасып, жоратпайды дейді. Басқа адамды. Ақылды ит болған ғой. Енді сол жаңа әбден табылып неткеннен кейін, сол итте қасиетті не ғой, көз түйіп. Келіп, ана қыстаққа келгеннен кейін жоғалып кетті. Әлі жақсы ит өлімтін көрсетті. Осындай Руслан. Нұролан. Енді көбі айтады, кішкентай кезімізден былай алып кетселегі жарылыс болған кезде көрдік дейді. Сіздер көрдіңіздер ме? Нені? Жарылысты көрдік дейді, грибокты алыстан. Грибокты неше рет көрдік қой. Көрдіңіздер, е? Оны көп көрдік. Оны анау әлгі көшіріп әкелгеннен кейін ана не жақта жөнді көре алмадық, көшіріп жүргенде. Ал кейіннен көрдік. Колхозда жүргенде ме? Кейіннен көрдік, мынау нені Абай ауданды мектепте оқыдық қой. 8, 9, 10 класс. Неше рет жарылыс. Оның өзінде әртүрлі болатын. Бірінде ана мектептің үйдің маңайында болмау керек. Әр тамақ жазық жерге кіру керек. Иә, жазық жерге шығып жату керек екпеттен. Одан кейін тағы бір несі шықты. Әлгі жарық несі шығатын. Онда ішкі интернатта тұрдық. Интернаттан шығармай, терезенің бәрін түгел одеялменен қамтап жауып тастайды. Ол дегенге шығарады. Содан кейін әлгі волновой удар деген бар, онда да сол неден қашық болу керек. Анаған қарамау керек дейді. Оны неше рет көрдік енді. Ал енді неде кейінен мен 66 жылы үй бітіріп жаңа Семей ауданы Знамекі совхозына мұғалім болып бардым. Сол жерде сынақ болады. Сынақ болады дегенде мектептің балаларын түгел сыртқа шығарып жібереді. Қай жылдары бардыңыз? 66 жылдан 98 жылға дейін мұғалім болдым. Машпиев өкен тайыз ғой. Машпиев өкен тайыз ғой. Ол кім еді? Ол бір бертіс. Мен Машпиев роламын. Ой Алла. Мектептің директоры болды. Ермек тәте. Ермек менің алғашқы мұғалімдерім бір, Керейбаева. Анау Асқар, кімдер бәрі түгел, сол мектептің оқушылар. Мен Нұртаза деген кісінің немересімін. Өркен ағаның ағасы. Ойбай, Нұртаза ақсақал, оны білем ғой. Сол кісінің немересімін. Ана қыздың аты кім еді оның? Жұмабике ме? Жұмабике. Жұмабике. Ол кезде сол кісі тұрмысқа шыққан жоқ болады. Сол шықпай кетті. Шыққан жоқ сөйді. Ал өзің ана ол кісінің баласы кім еді? Мұхтар. Мұхтар? Мұхтар ойымда жоқ. Ана кісінің өкеммен бірге барып, ана кісінің үйінде дәм татқанбыз. 100 грамм арағымызды ішкенбіз. Сол кісіне бересің мен. Өкен мектептің директоры болды, кейіннен интернаттың директоры болды. Кейіннен сол қалаға ауысты да, Казкрай жақта тұрды. Фрунзеде тұрды. Жақсы аға, рахмет онда айтып бергеніңізге. Сөйтіп туысқан болып кеттік. Осындай